ардақты ағайын. Амансыздар ма, жақсы адамдар? Бүгінгі бағдарламаның біз үшін жөні бөлек, ел үшін жолы ерек. Өйткені бүгін ұлт болашағы үшін ұрпақ тәрбиесіне ден қойған, өнерге өзгеше өрнек салған өнер мектебі туралы айтамыз. Бұл мектептің тарихы тосын сыйдан басталған. Даму жолындағы қиындықтар мен қызықтар да аз емес. Ол осыдан 15 жыл бұрын Астанада ашылған алғашқы авторлық мектеп қазір еліміздің 15-тен астам қаласында жұмыс істеп келеді. Оның шәкірттері республикалық және әлемдік додаларда үздік атанып, ел абыройын асқақтатып жүр. Ол ұрпаққа ұлттық құндылықтарды үйретіп, қазақ өнерінің өрістеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген Қарақат мектеп студиясы! Ендеше ұлттық өнермен ұрпақ тәрбиелеуде қанат жайған Қарақат мектеп студиясының жетекшілерін құрметпен ортаға шақырамыз. Семей қаласындағы Қарақат мектеп студиясының директоры Шаменов Мерей Ерболұлы. Сатпаев қаласындағы мектептің директоры Қасымова Меруерт Мүнкен қызы. Ақтау қаласындағы мектептің басшысы Жолдасова Елвира Құрманбек қызы. Тараз қаласынан Омарова Алтынай Өсімжан қызы. Қызылорда қаласынан Жүсіпова Алтынай Ерболат қызы. Қарағанды, Майқұдық және Жезқазған қалаларындағы мектебіміздің директоры Аманжолова Айжан Балтай қызы. Астана қаласындағы Қарақат мектеп студиясының директоры Асанов Сейілбек Садықұлы. Шымкент қаласынан Балғабай Бағлан Әбді Әкімұлы. Теміртау қаласынан Абдулаева Гүлназ Жақсыбай қызы. Атырау қаласындағы мектептің басшысы
Бекимова Эльвира Батырқызы. Орал қаласы Серікқалиев Рысбек Даниярұлы. Ақтөбе қаласындағы мектептің директоры Қосаев Бексұлтан. Алматы қаласындағы Қарақат мектеп студиясының директоры Мұқаш Әділет Қайратұлы. Қош келдіңіздер. Қарақат мектеп студиясының 15 жылдығы құтты болсын. Бүгінгі тақырыпқа тұздық болсын деп, әңгімемізді бастамас бұрын бейне сюжет тамашалап алсақ. Өнер идеология құралы. Оның миссиясы да, маңызы да кез келген ұлт үшін, және сол ұлттың болашағы үшін қажет құндылық. Соның ішінде ұлттық идеология қазақ үшін аса маңызды, әрі өзекті мәселе. Әрине, ұлттық құндылықтарымызды сақтау, ұрпақ тәрбиесінен басталары хақ. Бұл бағытта осыдан 15 жыл бұрын құрылған Қарақат мектеп студиясының бәсі биік. Себебі бұл мектеп домбыраны дәріптеумен қатар, ұмыт болған ұлттық аспап жетігенді жаңғыртты. Алғаш рет Астанада ашылған өнер мектебі 15 жылда 15 қалаға қанат жайды. Атап айтсақ Алматы, Шымкент, Қарағанды, Жезқазған, Сатпаев, Семей, Ақтау, Тараз, Қызылорда, Теміртау, Атырау, Ақтөбе, Орал қалаларын қамтиды. Мұнда қазір 10 мыңға жуық бала оқиды. Оның 3 мыңнан астамы республикалық және халықаралық байқауларда жүлделі боп, ел мерейін үстем етіп жүр. Ал Қарақат мектеп студиясын өнердегі қара шаңырақ санайтын 400-ге жуық түлек бар. Олардың арасында өнер жолында ұстаздықты таңдап, қара шаңыраққа қайта оралғандар да бар. Демек, Қарақат мектеп студиясын өнер мектебі ғана емес, өмір мектебі деуге де негіз бар. Мұнда оқушылар дәстүрлі ән, домбыра, жетіген, сазсырнай, вокал және би өнері бойынша дәріс алады. Яғни қазақ тілінде тәлім алып, тектілікке тәрбиеленеді, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп, қазақы болмысын қалыптастырады. Ұлттық өнер арқылы ұлт жанды ұрпақ тәрбиелеу Қарақат мектеп студиясының миссиясы. Бәрекелді. Енді бұл мектептің аты Қарақат болғанмен, осы мектепті кезінде ашқан, осындай игі бастаманы бастаған Қыдеке өзіңіз болғандықтан, бүгінгі бағдарламаның алғы сөзі әрине өзіңіз алсаңыз дейміз. Жалпы осындай идея, мектеп ашу идеясы қайдан туындады? Не себеп болды? Ол ең алғаш жетігенмен танысқан кезімізде, өзің жетіген үйреніп жатқан кезде, сол жетігеннің тарихына қанығып, оның 100 жыл, яғни бір ғасыр жоғалып кеткен аспай екенін Нұргүл апайдан естідік. Одан кейін 1966 жылы Талғат Сарбаев, этнограф ғалым ағамыз, бүкіл жинаған архивтардан суретіне қарай отырып, бір шеберлерді қолға салып па, әйтеуір қоймай жүріп, 100 жылдан кейін ең алғашқы сұлбасын 66 жыл қайтарыпты. Бірінші ұстап көруге болатын аспап. 100 жылдан кейін, ал 100 жылда оның репертуары да, шебері де, көптеген дүниесінің бәрі әрине жоғалып кетеді. Сондықтан да ендігі ойыммен жетігенді қайтып жоғалта алмау үшін не істеу қажеттігі да. Соны әрі ойлап, бері ойлап, арқашанда бір оқпен 3-4 қоян, немесе 2-3 қоянды ататын адамыз, өйткені ғұмыр қысқа ақырындап жүретін деген сияқты. Бұл мектепте де сондықтан осы жетіген себеп болды ашуға. Бәрекелді, қошемет деп қояқ осы кезде. Өйткені жетіген оны жасатудың өзі шеберлер жоқ, қиын. Шеберлер түгілі көптеген қалаларда тіптенен жетігеннің ұстаздарда болған жоқ. Әйтеуір біз амалдап, Нұргүл апайымыз жіберіп, ол бір қобыздан ба әйтеуір консерватория бітірген, нота танитын бір кішкентай қыздарды үйретіп, содан кейін бұл шынымен де бір жетіген істей бастаған кезде
тек қана қыз балалар келеді жетігенге. Ешкім оған қыздікі не ұлдікі деп бөлгенде жоқ та. Сөйтіп өзімен өзі қалыптасып жетіген өз қыздарға лайықты да аспап екені, сөйтіп орнын тауып өзі үйлесіп кеткен дүние болды. Одан кейін Қарақат бұл жетігендермен осы мектеп қабырғасынан ансамбль құрастырды. Содан кейін бір мектеп ашылды. Одан кейін қалай мен Қазақстан бойынша ашуға не істеу керек екенін сонымен айналыстым да, одан кейін франшиза ашу керек екенін. Ол біздің елде ішкі франшиза деген жоқ, яғни мектептің ала қоятын үлгісі жоқ ондай. Одан кейін амал жоқ. 3,5-4 жылға жуық соны былай упаковать етіп жүріп, былай жинақтап жүріп, әйтеуір 4 жыл деген кезде сол франшизаны бітірдік. Ол біткенше мен Алматыдан барып екінші мектеп аштым. Ол да біраз уақыт алды, әрине. Ескендір ағамыз, Мәрзия апаларымыз, жандар жәннатта болсын, керемет адамдар ашқан мектеп еді. Сол мектептен бірденен бір жетінің ішінде аштық, салдық, хабарладық. Бірінші келген Шымкент, Бағлан. Ол қызықтармен әрине қазір біз бағдарлама барысында айта жатамыз. Менің сұрағым келіп тұрғаны осыдан 15 жыл бұрын елордасы Астанада алғаш авторлық мектеп ашқан кезіңізде 10-15 жылдан кейін дәл бүгінгідей тамырын тереңге жайып бүкіл қазақтың түкпір-түкпір мен деген қалаларында ашылатын білдіңіз бе? Сондай жоспар іште болған болар. Әрине, онда мектеп ашқаннан кейін ол бір мектеп қай ұрпақ тәрбиелеп болады ол. Әрі кетсе 500, әрі кетсе 700 бала болар мүмкін. Мектеп деген ол жүйе негізі, білім жүйесі. Ол жүйелі түрде даму керек. Сосын бұл жерде мақсаттардың бірі ең басы жетіген болатын болса себеп болған. Екінші, оны салмақтап қарасаңыз, мектепті ашқаннан кейін енді елестеттім мен өзімше, сол тура Аллаға шүкір шығып жатыр. Мысалы, қазір шәкірттердің арасында қай мектебіміз ашылса да аэропорттан күтіп алып тұрады, қай қалаға барсақ та. Одан кейін барып, шәкірттерімізбен бірге концертін көреміз. Сол кезде мен ақырын сырттан қарап тұрам да, Қарақаттың жүзі бал-бұл жайнап, жалпы әйел адамға ең жағымды жұмыс ол балалармен жұмыс істеу деп есептеймін. Жүрек дүниесімен, рухани дүниесін толтыратын да және онымен бөлісетін де бір керемет орынға айналды бүгінгі таңда. Гүлін бәрі құшақтап атқан кезде, соның бәрін өзімнің атынан берілген гүлдер деп есептеп тұрам да мен. Шын мәнінде бұл мектептің ашылуы көктемде менің туған күніммен тұспа-тұс келуі де жай бір кездейсоқтық емес. Ол енді азаматымның маған деген үлкен махаббаты, үлкен құрметі деп білемін. Қандай тамаша. Мінекей енді Қадекем, қазақ үшін жалпы кенже балаға деген оның ықыласы, жалпы көбірек алаңдайтыны бар ғой, сол демекші. Біздің мектептердің ішіндегі ең кенжесі, Семей қаласы Абай елінде ашылған мектебімнің жағдайын сұрамаққа Мерей мырза өзіңізге микрофонды ұсынып, әңгімені өзіңізбен жалғастырғымыз келеді. Ашылғанына көп болған жоқ. Қалай аяқ алыстарыңыз? Қанша бала оқып жатыр? Не түрткі болды? Құрметті жақсы адамдар, бүгін міне жақсы адамдар бағдарламасында Қарақат мектеп студиясының 15 жылдығына біз келіп отырмыз, Соның ішінде жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, Семей қаласында ең кенже ашылған осы 24-ші жылы Семей қаласындағы 15-ші мектеп ол. Бұл біз мектепке қалай келдік? Бұл мектепке ең алғаш осы Қарақат мектеп студиясы Астанада ашылып, Қарақат апай жетігенмен өлең айтып жүргенде менің өзімнің кенже қызым сол 6 жаста болып, теледидардан көріп, сіздің анау керемет концерт залда бұлай жетігеншілердің көтерілгенін көріп, жетігенмен ән салғанды көріп, 6 жасар қызым, мен осы мектепке барайыншы мына жетігенге деп маған ұсыныс білдірді. 6 жаста ғана. Мен сұрадым, нақты тартасың ба осы аспапты әперсем? Тартам, мына мектепке барам деген 6 жастағы қыздың ұсынысынан міне біз ата-ана болып келдік. Сол осы Қарақат мектеп студиясына жетіген тобына қызымды әкелдім. Құдайға шүкір қазір жетігенде ойнайды, жетігенмен ән салады ұстаздарының арқасында. Және де сол жетігенмен жүріп, сол мектептің ішінде жүріп, Қарақат апайының өзінің дәстүрлі ән сыныбында ән үйреніп жатқан жағдайы бар, ән айтып жүр қазір. Осылай осы баланы өнерге әкелу арқылы енді жан жақтан Қазақстанның түпкір-түпкірінен ашылып жатқаннан кейін
ойладым, неге біздің, енді мен өзім Абай облысы Семей қаласынан болғаннан кейін, неге Абай облысында бұл мектеп жоқ? Әне. Мынандай ұлттық құндылыққа баланы, жас ұрпақты ең керемет құндылыққа тәрбиелейтін мектеп қазір Қазақстанның түпкір-түпкірінде бар. Міне 15 жыл болды. Неге бұл Абай елінде жоқ деген маған ой келді да, содан былтырғы жылы дайындалып, оны Абай елінен ашып, Семей қаласының халқы өте дән риза. Қазіргі келіп жатыр толассыз шәкірттеріміз. Алды міне бір жылға жақындап қалдық, енді 6 айдан астық. Алдыңғы толқындарымыз үлкен республикалық деңгейде жаңағы топ жарып жатыр. Бәрекелді. Сондай тыныс тіршілігіміз бар Семей қаласында. Сонда сол кезде мейірімді Алла сіздің қызыңыз біздің мектепке әкелгенде сол Абайдан не жоспарланған ғой, негізі сенің ашатының не? Қаншама жылдан кейін. Алланың қалауымен солай шығар. Сол періштенің баланың айтқанымен осы өнерге келіп, өздеріңіздің қастарыңызда жүріп, осының барлығын көріп біліп, және халықтың сұранысы бар, өзіміздің жаңағы ұсынысымыз бар, оның ішіне халық сұрады. Қанша бала оқып жатыр қазір? Енді қазір сол 400-ге жуық бала тәлім алып жатыр, өнерді үйреніп жатыр. Ол жерде барлығы бар, жаңағындай жетігенде бар, әнде бар, күйде бар, өнердің барлық түрінен шәкірттер тәрбиелеп жатқан жағдайымыз бар. Және бір айта кететіні, біз ешбір жанның артынан жүріп, сіз біздің мектепті ашасыз ба деп өтінген емеспіз. Әрбір басшының осы жердегі отырған өзіндік бір айтар тарихы бар, осы мектепке қатысты бір керемет сыр әңгімелері бар. Кешегі атана мінекей өз елінде ашып, осы Мерей мырзаның жағдайында көбіне осы мектепті ашып жүрген жандар, ол біздің кешегі мектебіміздегі өз балаларын оқытқан ата-аналар. Ал енді сонау Атыраудан ат терлетіп, бүгінгі бағдарламаға келіп отқан Эльвира ханым, сіздің де өзіңіздің айтар бір керемет осы мектепті қалай аштыңыз? Түсіңізге аян берген бе? Бір сыбыстар бар. Соны бір әдемілеп ашып айтып берсеңіз. Қайырлы күн, жақсы адамдар. Арнайы Ақжайықтан, Атырау қаласынан, Қарақат мектеп студиясының 15 жылдық турасында осы Жібек жолы телеарнасын ұсынып отқан жақсы адамдардың бағдарламасының төріне табылғаныма өте қуаныштымын. Атырау қаласынан арнайы ата-аналардан, балалардан сіздерге жалынды сәлем. Енді біздің мектеп туралы айта өтсек, Атырау қаласына биыл күні кеше 6 жылдық мерей тойын атап өттік. 6 жыл бұрын Қарақат мектеп студиясы ашылып, сол жылы 300 бала тәрбиеленіп бастаса, қазіргі таңда 700-ден астам бала білім алып жатыр. Бәрекелді. Енді бұл идея қалай келді және оны қалай жүзеге асырдым, мен оны бірнеше жерде айтып жүрмін. Жалпы Қарақат ханымға мен өзім тұрмысқа шыққаннан кейін, ол кезде жаспыз, енді мен өзім әйел ретінде жолым қай жерден болды десем, жолым бір тұрмыста удачный деп айтады ғой, бір сондай сәтті тұрмысқа шықтым. Сол кезде жаңағы махаббаттың символы, ол кезде жастар сосын сол кезеңнің әндерін тыңдайды ғой, ал мен дәл өздеріңіздің анау жолы болғыш махаббаттың әнін шырқайтындарыңыз біздің болмысымызға келетіндей, как будто біз сол әнді салып тұрғандай болып, солай тыңдайтынмын. Сөйте келе, жас босандым, 20 жасында ана атандым. Бір көзімді ашсам, балам 7 үйірмеге қатысып жүр екен Атырау қаласында. Бірақ бір нәрсе жетпейді, мына жерінде қазақилық нәрсе жетпейді. Және ол Атырау өңіріне керек нәрсе ғой, қазақи нәрсе деген. Сол нәрсе жоқ. Кейде өзіміз шатысып атамыз, қай үйірмеден қай үйірмеге апарып жатырғанымызды, бірақ мына жердегі өзімнің ішімдегі бір нәрсені мен көре алмадым. Сөйтіп жайлап үйге айта бастадым. Неге осы Астана қаласынан, Алматы қаласынан көріп жүрмін? Қарақат мектеп студиясы неге Атырауда жоқ? Неге соншалықты қиын ба екен келіп, әкеліп? Ол кезде франшиза деген нәрсені түсінбейтінмін мен. Давай шығайық, сол кісілерге шығайық, мына жақтан Атыраудан ашсын, біздің де балаларымыз қатыссын деген. Сөйте келе, былай зерттедім, мен оның шешімін таба алмадым. Кейін таба алмасағын өзім бастайын, өзім қадам жасайын деп, жайлап, ол кезде сіздердің директорларыңыз басқа адам еді, күнде телефон шалатын болдым. Мен Атырау өңірінен Қарақат мектеп студиясын ашқым келеді деп. Өздеріңіз білесіздер, ол кісіге сіздерге жету ол кезде маған бір тым қиын болды. Ол кезде әлеуметтік желі қатты дамымады ма? Өзім сол
білмедім ба, қазір сол да бір әлеуметтік желімді активны дамыту, маған солның өзі де бір тиді, сол үлесі. Біраз уақыт ол кісі бізге де айтқан жоқ. Иә, ол кісі сіздерге айта алмады. Сосын не болды? Содан кейін жарайды енді, Алла тағала үлесін салмай тұрған шығар, басқа әншілерге шығып көрейін деп, біраз әншілерге шықтым. Содан енді мен өзім білеп, Роза Рымбаеваға дейін барған адаммын, мен қай мектепті ашайын. Иә, содан Тамара Асар ханымның мектебін, ол енді өзіміздің батыстың өңірі, бізді қолдайды ғой деген мақсатпен, сол кезде Тамара апай Атырауға бір тойға келіп жатырған еді, сол кісімен жолығып, сөйлесіп, әйтеуір бір мектепті ашамыз деген шешімге келдік. Үйге бардым, үйге барып, бір 2 күн өткеннен кейін, бір зданияның жоғарында дәл осы логотип, розовый Қарақат мектеп студиясы тұрды. Соған кіріп, есігін ашайын деп жатқан кезде ұйқымнан оянып кеттім. Түсімде. Содан мен түсіндім. Менің керегі, маған керегі Қарақат ханымның мектебі еді ғой, мен не істеп жүрмін деп. Ұйқыдан атып тұрдым да, біз әйелде адам не істейміз? Баяғы сол жолдасымға жүгіріп барып, өкіріп жыладым. Ол түсінбейді, анама соғамыз. Анам вообще түсінбейді. Ол кісі айтады. Өзіңіздің өнерге негізі қатысыңыз жоқ? Ешқандай қатысым жоқ. Бухгалтерия мамандығын бітіргенмін. Иә, ол кезде енді мен өзім әкеден ерте айырылдым. Үйде 2 қыз біз, анам енді бізде тыртаңда өсіріп, сол кезде айтады, енді өнерге бармайсың, ертең қалай болады деп. Содан банағы жерде анама телефон соқтық. Анам түсінбейді, біреудің мектебінде не шаруаң бар деп. Енді ол үлкен кісілер франшиза деген нәрсені түсінбейді ғой. Жоқ, енді мамаға жарайды, сіз маған батаңызды беріңіз, мен келем деп. Алла солай сәтін салды ма, 1-2 күннен кейін қыркүйек айы біздің Атыраудың үлкен тойлау өтетін мұнайшылар мерекесі, Қарақат ханым апай өзі сториске қайырлы күн, мен Атыраудамын деді ғой. Дәл сол күні, дәл сіздердің алдарыңызға барудың жолын іздедім. Қалай істедім? Әдетте білем, ол кезде әрлеушілер міндетті түрде сіздерге баратынын. Содан іздеп Атырау өңірінде кім макияж жасайтын, сол қызды тауып алдым да, мен өтірік кірем, қасыңа көмекшің болып дедім. Амал айла тәсіл дейсің ғой. Содан қонақ үйіңізге бардым. Сіздердің сол банағы өтік әрлеушінің қасында көмекшісі ретінде бардым да, тұрып жайлап өзіңізге шет жағасын айтқан едім. Содан кейін сіз маған ағайға ұсынып, ағаймен содан үйге келіп, ағаймен біраз уже араны көп суытқан жоқпыз. 15 күннен кейін Астана қаласына кейін ағай мені шақырып, осы Аллаға шүкір, содан кейін өзі бәрі солай бір ниет қой, бәрі үйлесіп кетті, барлық үйлесіп, дәл сол зданиямда үйлесіп жатыр. Мына жақта Атырау өңірі уже естіп қалғанда, енді біраз бір осы мектеп ашылған кезде бір үлкен керемет сұраныс, бір елден ерекше ықылас болған мен өз көзім көрді. Иә, сіз өзіңіз көрдіңіз, өзіңіздің группаластарыңыз. Иә, адамдар. Орын жоқ. Мен өзім басында 150 бала оқытсақ деп солай жоспарлаған едім. Bir күннің ішінде 3 күн қабылдау жасадық. 1 күннің ішінде 320 анкета тұр. Телефонға тыным жоқ. Ұстаз жинай алмаған. Ана 350 балаға қалай сабақ береміз? Сонымен нар тәуекел деп біраз багажды ағайдан жинап, ағайдың бір жақсы қасиеті бізге ұрыспайды ғой, нық былай келіп түсіндіріп айтап, соны өзіме қорытып, керегімді алып, барлық жер максимальны сол нәр тәуекел деп 2018 Сонда қанша уақыт өтті жалпы ашқан келген уақыттан ашқанға дейін? 1 жыл жарым өтіп. Сол кезде Атырауда ешқандай да бір жетіген ансамблі, не болмаса бір ұлттық оркестрлердің қатары балалардың арасында біздің болмады десек артық емес қой, осы мектептің жанынан құрылды ғой. Иә, әрине, ол әлі де мақтанып тұрып, марқайып тұрып мен шығамын, айтамын. Жалпы Қарақат мектеп студиясы Атырау өңірінде несімен ерекшеленеді десе, ұлттық құндылығымызды насихаттау арқылы тәрбиелеп, соған махаббатын ашқанымызбен, содан кейін мына жетіген аспабын кеңінен таратып, соған ұсынысты көп ұсыныс түсіріп, және соны дәлелдеп келе жатқанымыз. Қанша жетіген тәрбиеленіп жатыр? Қазіргі таңда 48 оқушы жетіген аспабында білім алып жатыр. Бәрекелді. Республикалық, халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүр. Тіпті Димаш Құдайберген ағалармен бірге бір сахнада өнер көрсетті дейсіз ғой. Бәрекелді, Атырауға ерекше қошемет болсын. Бірден әңгімені, Бәке, Шымкент қаласындағы мектептің аяғалысы қалай? Сіздер қанша жасқа толдыңыздар? Қанша бала оқып жатыр? Жалпы сіздің де айтарыңыз бар шығар. Бір ерекше франшизаға ең алғаш рет келген осы өзің ғой? Иә. Ассалаумағалейкум, қазақ елі.
атына зат жарасқан жақсы адамдардың бағдарламасына қош келдік. Енді жаңа Қыдырәлі аға айтып қалды ғой, алғашқы болып жаңағы Қыдырәлі ағаға 2017 жылы барып жолықтым. Ол кезде біздің оқу орталықтарымыз бар еді. Сол оқу орталықтарында жүрген кезде біз олимпиада ұйымдастыратынбыз. Сол Астана қаласында бір олимпиада ұйымдастырып жүрген кезде, сіздердің қазіргі Сатпаев көшесінің бойында үлкен ғимараттарыңызды көрдім. Сол жерде Қарақат мектеп студиясы, астында жаңағы Қарақат апайдың суреті тұрды. Сонда енді оның алдында естіп жүргеніміз, жаңағы біз балаларды ерте дамыту, сол сияқты курстарымыз бар еді. Ал аспап, мынау ұлттық біздің қазақтың домбырасында, осыны жетігенде, осыны мелкая моторика дейді ғой, осылар дамытатын жолдар өзіміздің өнерде тұрған туралы естіп жүрген кезім. Сосын сол жаңағы кезекті олимпиада кезінде сіздерді көріп, сонымен осы Қыдырәлі ағаға бар жолығып, мектепті ашу туралы ұсынысын айтып, Алматыда жолықтық біз. Одан арада бір жыл өтіп, бір жылдан кейін сіз мына Қарақат мектеп студиясының 10 жылдық ашылу салтанаты кезінде Қыдырәлі аға айтты маған, мектепті аш, сен мынау концертке қатысуың керексің деп. Сосын мен бірдесен қалай болады екен деп, Қыдырәлі аға бір уақыт берсеңізші деп. Сонымен Қыдырәлі аға маған айтады, сен білесің ба, әлемде бір күнде қанша бизнес ашылады, қанша бизнес жабылады. Ашатын болсаң қазір сенде мүмкіндік бар, ашпасаң қоя сал деді. Маған күшті мотивация болды. Бір айдың көлемінде енді музыка саласы болған екен, әр кабинеттің арасында мысалы дауыс естілмеу керек, бір-біріне кедергі жасамау керек. Сол сияқты жаңа құрылыс жұмыстары бар, басқасы бар. Соның бәрін бір айда дайындадық. Сосын 10 жылдық концертке қатыстық. Және де Бәке, сөзіңіз аузыңызда, оңтүстік елде домбырамен ән айту, дәстүрлі ән соның ішінде, жетігенді былай алып қойғанда, сол кездері өте кенже дамыған. Мойындайсыз ғой? Иә. Домбырамен ән айтатын әншіні табу, ұстаз табудың өзі үлкен мәселе болатын. Соның орны бүгінгі таңда толыққан сияқты. Иә. Біз алғаш ашқан кезде мектебімізге жаңа Елвира ханым айтты ғой, бізге де сол бір күнде 1000 адам келіп анкета толтырған, бірақ енді оның ішінде 150 шақты оқушы келіп жазылды, оқыды. Бірақ сол кезде барлық оқушылардың 70-80% бименен эстрадалық вокалға. Енді оңтүстікте эстрада. Солай жазылатын бізге. Сосын барып, бізде 3 кабинет эстрадалық вокал, 4 мұғалім болатын эстрадалық вокал. Қазіргі таңда дәстүрлі әннен, керісінше, дәстүрлі әннен оқушыларымыз жеткілікті, бірақ домбыра күйден бір трендке айналғандай болды соңғы жылдары. Міне ол да болса Қарақат мектебінің қосқан зор үлесі деп айтамыз ғой. Өткенде өзіңізде Инстаграмнан жаңағы тікелей эфирде қарап отырдыңыз ғой. Балалардың деңгейі қалай өскенін, балалардың деңгейі қазір осы біз қазір 7-ші жыл ма, 7-ші жылдың орта белінде тұрмыз ғой. Осы 7-ші жылда балалардың осы ұлттық өнерге, тағы да осы жерде айта кететін жағдай бар, жетіген маманы бізде Шымкентте жоқ. Өте бір консерваторияда мамандық бар. Нұргүл апайға жылда айтамыз, біздің өңірден бітіретін студент болса, бітіруші болса бізге жіберіңізші десек, бірақ біздің оңтүстіктен ешкім Шымкенттен бітіргені жоқ. Бірақ сіздер арнайы ұстазды оқытып? Арнайы ұстазды жібердік Алматыға, оқытып алдық, оның сертификатын алдық. Сосын қазір бір 2 жылдай көлемде болды. Ұстазымыз бар, Айдана деген. Сол мұғалім 30 жетігеншіміз бар қазір. Қараңыздаршы, құрметті көрермендер, сол өңірдегі, Шымкенттегі ұлттық өнердің дамуына бұл мектептің үлесі сол қосып жатқан. Ұстаз жоқ жерде де бізде ұстаз жоқ деп екі қолын қусырып қарап отқан жоқ. Арнайы ұстазды арнайы мамандардан оқытып, соған қаражат бөліп, уақытын арнап, сол ұстаздың мінекей бүгінгі таңда жемісі 30-ға жуық жетіген ойнайтын қыздардан ансамбль жасақталған. Бұл да бір үлкен жетістік. Жалпы енді Қарақат мектеп студиясы біріншіден жетіген ұстаған қыздар көзге келетіні анық, солай емес па? Ерекше құрметпен жетігеншілер ансамблінің орындауында Қарлығаш әнін ұсынамыз. Бірге шырқайық, қабыл алыңыздар. Қарлығаш әнін
құрметті көрермендер, біздің де осы мектептің көгеріп, көктеп өсуіне үлкен кісілердің ақ тілегі, батасы әр қашанда ауадай қажет. Біздің мектебіміздің үлкен жанашыры. Атана, әже, өзінің немерелерін оқытып жүрген ақ тілеулі Айткүл апамыз отыр. Хош келдіңіз деп микрофон кезегін өзіңізге ұсынғым келеді. Қарақат мектеп студиясына 15 жылдыққа жиналып, осындай үлкен іс-шара жүргізіп жатсыңдар. Бұл бір керемет, құтты болсын, ұзағынан болсын. Жаңағы халықтың өздерінің халық педагогикасымен, халықтың дәстүрменен сусындалып жатқан оқушыларың әлде де көп болсын жандарым. Мен бұл Қарақат мектеп студиясының әжесімін. Осы менің немерем Нұрай 5 жасында осы Астанадағы Қарақат мектеп студиясына анасы екеуміз алып бардық. Апарды оны Алтынбек ағасының би үйірмесіне бердік. Ол би үйірмеге келіп өзіне дос тапты, өзіне ағай ұнады. Осы алдында кішкене тартыңқыран жүреді, өзі бізді мені апар деп бізге талап етіп, соған өзі үлкен қуанышпен баратын болды. Сөйтіп ол қызымыз билеп, Шымкент, Алматыға жарысқа барып, гран-прин алып, 1-ші орын алып, сондай дәрежеге жетті. Сөйтіп одан кейін біз оны әнге бердік, Саида апайына. Әнді де ол меңгеріп, осы бір үлкен жиында Айгүл Иманбаева мен аппақ гүлдерін айтып теледидарға шықты. Сонымен өзі қуанып, қызымызға қуанып, осы мен енді ол қазір 8-ші сынып оқиды, бірақ өнерді таңдады. Келешекте мен өнер студиясына түсемін, өнерлі болам деп соны шешіп отыр өзі. Енді Аллағына Алла біледі. Әрине. Апа, бір сұрақ қойғым келеді. Неге Қарақат мектеп студиясын таңдадыңыз екен? Бұл таңдауды ата-анасы жасады ма, әлде сіздің нұсқауыңызбен болды ма? Қалай болды өзі? Қарақат мектеп студиясын мен өзім Қарақат пен Қыдыралының әндерін жақсы сүйем. Жақсы көрем екеуінің әндерінді. Сосын Қарақат студиясы мектеп ашылды дегеннен, Астанада ашылды дегеннен, менің одан басқа да немерелерім барады. Соны ашылды дегеннен кейін, анасы Алтынай, мама Қарақат мектеп ашылайық деп еді, мен қуана қарсы алдым. Сөйтіп екеуміз жетектеп бардық. Сонан бері қанша уақыт өтті. Мектеппен бірге балаңыз өсіп келе жатыр. Мектеппен бірге, мен де осы мектеппен бірге өсіп келе жатырмын. Қандай керемет. Барлық іс-шараға қатысам, барлық телевизордан Қарақат мектеп студиясы десе, соны қараймын. Бүкіл мына қыздардың аттарын білем, әнші балдарды білем. Мен де өсіп келе жатырмын. Қандай керемет. Рахмет. Өзіңіздің осының бәрі, мынау Қарақат мектебі жаңа өзің айтып жатсың ғой, ашып, үлкен шығармашылықпенен, жаңашылдықпенен ашып жатқан мынау елдің алдында, қарттың алдында Қыдырәлі жаным, саған үлкен рахметімді айтам. Азаматтығымды айтам. Сен өте биік шығармашылық жігітсің, жаңашыл жігітсің. Әр заманның ыңғайына қарай сен осындай жаңалық ашып отырсың. Неге десең, мынау сенің ұлытауың, сол кезде біздің Қазақстанымызды ешбір білмейтін. Бүкіл әлемді аралап Қазақ танытты. Енді жаңа өздерің айтқандай, біздің жетігеніміз жоғалды ғой. Соны қанша еңбекпен тарихын айтып берді, соны ашқанның өзі қандай нәрсе. Бұл баланың үлкен шығармашылығы, үлкен ойы, санасы, ақылы, еліне деген, оның ұрпақтарына деген Қыдырәлімнің сондай жүрегі, айналайын жүрегінен мен ризамын. Ай, бәрекелді, рахмет. Қай кезде мен Қыдырәлінің сондай шығармашылық жұмыстарына риза болып тұрам. Енді мынау Қарақат мектеп студиясын ашқанда қалай болды? Мынау біздің жастарымыз шетелге еліктеп кетті. Шаштарын бояды, сырға тақты, жыртық шалбармен саханаға шықты. Сахананың сәні ол емес. Сахананың сәні біздің қазақ халқының әдет ғұрпы, ұлттық киімі, өзінің тілі, ділі, бүкіл
қазақтың анау қазіргі ғалымдар ашып жатқан нәрсені менің қазақ атам баяғыда өзінің оқымай-ақ оның бәрін айтып кеткен. Қарашүйдің құбылысында оны бәрін сауатсыңдар, білесіңдер. Сондықтан дәл осы уақытта мынау мектеп керек бізге. Керек ақ. Себебі қазіргі балдардың бәрі, бала түгіл үлкен кісілердің бәрі орысшаланып кетті. Бұл балалар сахнаға шыққанда сахнаның сәнін келтіреді. Рахмет, көп қандай тамаша жүрек жарды тілегі анамыздың. Мына кішкентай 4 жастан бастап қабылдайсыңдар ғой, сол балдардың өзіне мінекей бұл мектептің берері көп. Рахмет, апа. Тілмен, жырынан, дәстүрлі әндер, ол жыр дегенің не екенін білмейді де кейбір балдар. Кәдімгі домбырамен жыр айтқанда мейірің қанып, біз әкелеріміз жыр айтатын, сол кезде мейіріміз қанып тыңдайтынбыз. Ол біздің әлі миымызда, әлі жүрегімізде. Міне мынау осы сендердің балаларың қазір жыр айтып жатыр, ән айтып жатыр, би билеп жатыр. Бұлардың бәрібір осы қанша орыстанса да, мынау осы сендердің халықтық педагогия дәстүрінде беріп жатқан өнегелердің, олардың жанына, қанына, миына, дәстүріне, ұлтына деген сүйіспеншілігі, екеуіңе, ата-анасына, ұстазына деген сүйіспеншілік олардың орнап, ол мәңгі үлкен жаңағы қазақтың біз ойлағандай, біз тілегендей, мынау Қыдырәлі осындай болса екен дегендей азамат шығатынына сенем. Әумин, айтқаныңыз келсін. Осындай ардақты ананан туып өскен, тәрбие алған біздің ортамызда өзіңіздің қызыңыз Алтынай ханым, Ерболат қызы Алтынай сыр өңірінің қызы. Жаңа айтып жатсыз ғой, қазіргі балаларға жыр үйретіп жатқан, осы салада да үлкен еңбек етіп жатқан Қызылорда қаласындағы мектептің басшысы Алтынай ханым. Өзіңізге де сөз тізгінін береміз. Сіз де бірінші кезекте ата-анасыз біздің мектеп үшін, иә? Неше жыл болды Қызылордада ашқаныңызға? Не түрткі болды? Қызылорда мектеп ашума енді басында кіріспе сөз қылып айта кетейін. Жаңа анам айтып кетті ғой, 5 жасар ол кездегі Нұрай қызым теледидарда концерт көріп билеп жүрген ән айтып. Сосын қоймайды, мен де мына апаршы, мен де осылай айтқым келеді деп. Сосын бүйтіп мән беріп қарасам, Қарақат студиясы 5 жыл деп тұр екен. Сосын жарайды деп енді Астанада болғасын, ертеңісіне адресін тауып, қызда апарып, Алтынбек ағаға тапсырып, одан кейін Саид апайға әнге барып, сөйтіп жүргенде 5 жыл зымырап өтіп кетіпті. Қарақат студиясы мектебіне 10 жылдығына біз уже ата-ана, Нұрай уже шәкірт болып сөйтіп қатыстық. Енді осы мектептің ішінде ата-ана жаңағы активный бір ата-аналар, белсенді ата-аналар қатары болады ғой. Біз сондай болдық. Тобымыз бар өзіміздің, жан-жаққа конкурсқа кетіп қаламыз, сайыстарға, концерттерде бірге жүреміз. Сөйтіп жүргенде мектептің тыныс-тіршілігін, қалай жұмыс істейтін, балаға қалай дамуына үлес қосып жатқан жалпы ұжымның, мұғалімдердің жалпы о бастан ұстанымды көріп, сосын сол кезде бір Шымкент, Ақтөбе, Алматы, Атырау ашылып жатты да, енді ата-ана ретінде әлеуметтік желіні қарап отырып, франшиза беріледі деген бір моменттерді көріп, жан-жақтан ашылып жатыр ғой деп, мен де жолдасым айтам, біз енді Астананың байырғы тұрғыны болсақ та, неге осы өз елімізде кіндік қанымыз тамған жерде, сыр елінде осындай мектепті ашып, сыр елінің балаларын осындай Нұрай жүр ғой, міне қандай концерттерге қатысады, үлкен сахналарға шығады. Неге сөйтіп сыр елінің балаларына да осындай мүмкіндік бермеске? Күйеуім бірден мені қолдай кетті. Ертеңісіне сіздердің директорларыңыз Гүлнұр ханымға бірден мектепке барып, мән-жайды түсініп, ол кісі жаңағы қалай не істеу керек екенін айтып, Қыдырәлі мырзамен кездестіріп, ары-қарай ағай өзіңіздің алдыңызға барып, франшизаның мән-жайын түсініп, сөйтіп бір 2 айдың ішінде ма ашып жібердік қой мектепті. 5 жыл болды, иә? 6 жыл. 6 жыл қанша бала оқып жатыр? 5 жылдығын тойладық. Бүгінгі күні мектебімізде 600-ден аса бала тәлім алады. Бәрекелді. 7 бағдар бойынша жұмыс жасаймыз. Оның ішінде дәстүрлі әніміз де бар. Қызылорданың, біз сол Қарақат мектебі студиясы ашылғанды, мен ойлаймын, Қызылорданың қазіргі оқушылары, оқу жастағы балалар дәстүрлі әншілер бізде шығар деп. Өйткені бізде кәдімгі сыр мақамымен жыршы балалар және дәстүрлі әнші болып 2 топ бөлініп отырамыз. Ол бізде жақсы қадам алып келе жатыр. Қазір балалардың арасында сол дәстүрлі әнге келуші, қызығушы балалар көп. Біз өте қуаныштымыз, сыр елі жыр еліне жалынды сәлем жолдаймыз. Көп-көп рахмет айта отырып, Қыдеке, жалпы осы 15 жыл деп отырмыз ғой. Осы 15 жылдың ішінде
талай өмір өткен екен. Не деген бір сәттер, соның енді кейбір тұстарына тоқталғым келеді. Экранның ар жағында қаншама көрермендер тамашалап отырсыздар, иә? Мысалға, жаңа апамыз, қызым Саида апай да сабақ алды, дәріс алды деп отыр. Біздің Қарақат мектебінің ашылған күннен бастап вокал пәнінен сабақ берген білікті біздің Саида апайымыз отыр. Тұрсын бізде дыбыс дейді, дыбыс жазу студиясын осы жетекшілігімен осы екі жанның біздің Қарақат мектеп студиясының қабырғасында еңбек етіп жүріп, екеуі табысты, танысты, махаббат болды. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда, достар, 4 баланың ата-анасы әдемі, бақытты жанұя сіздердің орталарыңызда, алдарыңызда. Хош келдіңіздер. Жалпы Қарақат мектебі сіздердің өмірлеріңізге не берді? Ойлаған кезде қандай бір тәтті, естен кетпейтін сәттерді еске аласыздар? Өз сезім пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Енді Қарақат мектеп студиясы көп нәрсені білдіреді біз үшін. Себебі ең алғаш оқу бітіріп, жас бала болып осы үлкен қалаға қадам аттап, ең алғаш ұстаз болдық. Сөйтіп жүріп, жаңағы дыбыс жазу студиясына осы асыл жарымды кездестіріп, сол жерде танысып, міне үлкен отбасы болдық. Бұл студияда көп жастық шағымыздың тәтті кездері өтті. Жаңа айтып кеттім ғой, ұстаз болдық, қаншама қызықты сәттер өтті. Сол студияның айналасында өзіміздің ортамызды қалыптастырдық, өнерге алғаш қадамымыз жасадық. Сондықтан ол кезде Саиданың өзі оқу бітіріп келген жасөспірім қыз сол жерге ең алғаш ұстаз болды, әлі күнге дейін сол жерде ұстаздық етеді. Иә, қандай тамаша. Қаншама жылдың жүзі болды Саида біздің мектепте жұмыс жасап жүрген? Қайырлы күн, жақсы адамдар. Биыл мектепте жұмыс жасап жатқаныма 14-ші жыл. Қараңыздар, мектеппен бірге жасап келе жатқан жақсы адамдар. Иә. Қанша бала лауреат болды? Қандай жетістіктеріңмен қуана аласың, мақтан аласың? Өте көп, енді шыны керек санамаппын, бірақ осы күнге дейін қазір менің шәкірттерімнің алды менімен жарысып дейінші, ана атануда. Сондықтан менде шыны керек, білмеймін, енді 100-ден асқан шығар деп ойлаймын. Енді жаңағындай байқауларда, сайыстарда жүлделі орындарға ие болып, республикалық жаңағы халықаралық байқауларда топ жарып жүр. 100-ден асады деп айтамын. Қазіргі таңда 100-ге жуық балаға тәлім беріп отырмын. Тамаша. Ал енді Құдайға шүкір қонақтарымыз көп. Қарақат мектеп студиясында домбырадан сабақ берген тағы бір ұстазымыз бар, елге танымал әнші Шахаризат Сейдахмет бауырым, қош келдің. Иә. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі хабарға арнайы шақырғандарыңызға рахмет. Осы сіздердің арқаларыңызда өзімнің сол қысқа ғұмырдың ішінде әйтеуір бір тарих жасап, сол тарихта қалып, сіздермен бірге сол мектепте ұстаздық еткенімді өзім мақтан тұтамын. Енді ұстаздық етудің ләззатын сыйлағандарыңызға рахмет. Сол жерде енді көптеген кісілер жаңа тарихтарын айтып кетіп отыр ғой. Не есіңізге түсіп отыр? Әңгімеден байқағаным, бұл кісілердің барлығына Қыдырәлі мен Қарақат идеал болғандығының арқасында осы мектеп ашылған екен, филиалдар ашылған екен. Барлығы сіздерді өздерінің өмірлеріндегі идеал ретінде таңдаған екен. Таңдаудан қателеспедіңіздер деп ойлаймын. Енді мектепте мен біріншіден жалпы ұжым туралы айтқым келеді. Мен көп жерде жұмыс жасаған жоқпын, бірақ енді өмірімнің соңына дейін осы ең жақсы ұжымдардың қатары болып қалады мен үшін Қарақат мектеп студиясы. Өйткені сол жердегі ұжымның ауызбіршілігі, және де ата-аналармен қарым-қатынасы, және де ата-аналардың сол мектептің ішінде болатын әрбір іс-шараға риясыз кәдімгідей басымен кетіп тұрып атсалысатындығы, оның барлығы осы ұлттық өнерге деген, ұлтқа деген махаббаты деп мен өзім көзіммен көрген нәрсемді айтқым келеді. Және де қазір екі таңдау бар адамдарда: танымал болу және тұлға болу деген. Ол жерге келетін көп адамдардың барлығы балаларын танымал қылу үшін емес, тұлға қылу үшін әкелетініне мен көзім жетті. Келген балалар, ата-аналар мына баламды әнші қыл, әртіс қыл, бірдеңе қыл деген мақсатпен әкелмейді. Енді менің өзімнің алдыма келген ата-аналар айналайын мына баланы қазақ қылшы деп алып келеді көбісі.
тілін үйретші, ділін үйретші, қазақи қарым қатынасты үйретші деген талапты бірінші орынға қояды да. Сондықтан да бәлкім Қарақат мектебі жайлы әңгіме қозғалған кезде көп адамдар танымалдылық үшін балаларын ұсынып жатыр деп ойлайтын шығар. Мен сол жердегі ұстаз ретінде көп ата-ана баласын тұлға ретінде қалыптастыру үшін алып келеді. Және де ол өзінің миссиясын орындап жатыр деп ойлаймын. Енді өзіңіз ойлаңыз, осыдан 15 жыл бұрын 5 жаста келген қыз бала немесе 10 жаста келген қыз бала қазір 20-25 жасқа келді. Яғни ол асыл жара танып, сәби сүйіп, қазақша тәрбиелеп, қазақша әлдеймен бесік тербетіп отырғанына мен кәміл сенімдімін. Солай, Бұл мектептің ең үлкен нәтижесі мен осы деп есептеймін. Және де жетіген деген кезде Қарақат мектебін ғана елестететіндер бар болса, ол қателеседі деп ойлаймын. Осы Қарақат мектебінің арқасында арнайы музыка мектептеріне жетіген сабағының енгенінің өзі ол үлкен жетістік деп ойлаймын мен өз басым. Ой, бәрекелді. Я көп рахмет, Құдеке. Мына оң қапталға қарасаңыз, көзіңізге бір ерекше ыстық көрінетін бір жан отыр, ақ көйлек киген. Ол біздің Ләйләміз. Неге олай деп отырмын, құрметті көрермендер? Осы мектеп алғаш ашылған кезде небәрі 15-тен 16 жасқа жасы енді толған жап-жас арудың біздің мектепке алғаш келіп өзінің қызмет жұмысын бастаған болатын. Содан бері осы мектептің отымен кіріп, күлімен шығып жүрген 15 жылдық тарихта қандай ата-ана, қаншама ұстаз, қаншама оқып жатқан балалардың түрін, түсін, атын, жөнін барлығы осы Ләйләнің алдынан өткен. Енді сіз басшы ретінде Ләйләні мақтап отырсыз ғой. Мен Ләйләнің қарамағында жұмыс істеген адам ретінде мақтағым келеді. Ал айтыңызшы. Енді Ләйла туралы айта берсе әңгіме көп. Ләйла өте жүрегі жұмсақ жан, ситуацияға қарайтын адам. Енді біз адам болғаннан кейін идеалды емеспіз ғой. Енді бізден де қателік кетеді. Кез келген ситуацияға адами тұрғыда қарай білетін өте бір кешірімді, сондай жақсы жан. Сондықтан да енді барлық басқа мектептерге негізі Ләйла жайлап аралап жүріп өзінің тренинг қойса да болады сияқты негізінде. Ләйлаға бір ерекше қошемет. Ерекше қошемет, құрмет болу керек. Ләйла, енді мысалға 15 жыл деп отырмыз. Жаңа мектептің алғаш ашылған жылдарынан бастап талай кезеңдерді былай шолып отырмыз. Сенің де есіңе талай дүниелер түсіп, бір ерекше толқыныста отырған боларсың. Қайырлы кеш барсаңызға. Қарақат мектебінде жұмыс істеп жатқаныма 15 жылдың жүзі өтті. Алғаш рет келгенде небәрі 16 жаста ғана едім. Негізі өнер адамы емеспін. Қайнап жатқан өнер ордасына бірден түсіп кетіп, жаңағы айтып отыр ғой, әр баланың түрін, түсін, ата-анасын барлығын бірден танып, шынымен отымен кіріп, күлімен шыққан адамдардың бірі менмін. Қарақат мектебі өте ыстық маған. Себебі осы жерде жүріп мен көптеген жақсы адамдармен таныстым, дос болдым, өмірлік серігімді да осы жерде кездестірдім. Не? Жұмыс істеп жүріп. Қарақат апайым өзі ұзатқан болатын. Ағай мен апайым барлық өмірдегі үлкен қадамдарында жанынан табылды, қолдау білдірді. Үлкен рахмет, алғысымды айтамын. 15 жылдық деген өте аз емес қой мектеп үшін. Жұлдыздарды жандыра берсін деп тілеймін. Жарқын болашақты болсын деп тілеймін. Аумин. Екі баланың анасы біздің мектеппен бірге өсіп өніп келе жатқан Ләйләмізға ерекше құрмет, қошемет. Біз де өте қуаныштымыз, Ләйлә. Осы жерде Ләлөктен бастап біздің әрбір директорларымызға, мектептердің әрбір ұстаздарына жалпы ұлтқа жанашырлықтар үшін, ұлтын сүйгендер үшін, осындай іске барғандар үшін Алла разы болсын деп алғыс айтқым келеді. Әрине. Дәл осы тұста Құдеке бір тамаша өнерге кезек берсек те отырмын. Қарақат мектеп студиясының жанынан құрылған домбырамен ән салатын әншілеріміздің орындауында Қазақ осы деп бір ән тыңдап алайық. Сіздерден қошемет болсын. Қазақ осы.
ата-аналар шақырып жинап әңгімелесіп отырған кезде ортамызда отырған Залика Серіктің анасы Динара Ідрісова мені таң қалдырды. Әжедіме құлақ қала жаздадым, шынымды айтсам. Енді қаншама әңгімелер естіп жүрміз, бірақ тура бұндай әңгіме болуын мен ешқандай күтпеген едім. Жүрегіміз қуанды бір жағынан, екінші жағынан сіздің қайсарлығыңызға, табандылығыңызға тәнті болдым. Өзіңіз айтып беріңізші. Қайырлы күн қазақ елі. Бүгінгі осы мерейтойларыңыз қайырлы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін, талантты, дарынды шәкірттер көп болсын. Осындай қазақ елінің алғысына елі беріңіздер. Әумин. Сол енді мен Залика 11 жыл бұрын туған қыз. Үлкен қыздарым, енді үлкені уже 26-да менде қыздарым. Қарақат мектеп студия ашылғанда бір сондай енді періште әумин деген ғой. Айтқам, осы арнайы Қарақат мектеп студияға қыз туармын деп, Алла тағала ниетімізді қабыл етіп, осындай дарынды Залика қыз туып, осы 8 жасында Залика апайына мектебіне апарып, одан кейін жетіген аспабы енді ұмытылған аспап еді. Соған 23 шек, мелкая моторика дейді ғой, дамыту үшін солай арнайы берілген. Қыз содан кейін сіздің алдыңызға дәстүрлі әнге собеседование сияқты бірдеме болды. Соған бұл қыз ерінбей 6 сағат отырып күтті өз кезегін. 6 сағат өзі жалғыз барып, сіздің алдыңызға барып, дәстүрлі әнші болам деп. Солай осы Аллаға шүкір. Талабы таудай. Жетігенде де ойнайды, домбырамен әнді де айтады, күйді де тартады. Сондай талантты, сонда бір леті сіз алғашқында сіз өзіңіз маған айтқансыз. Ата-ана сізге міндетті түрде айтам, осы Заликаны осы жолдан тайдырмай, өнер жолына беріңізші деп, бар үлесіңізді қосыңыз деп, сондай тілек айтып едіңіз. Сол жолмен 4 жыл Аллаға шүкір келатырмыз. Көрермендер, сіздер түсінбей қалып жатқан жағдай болса, мына экрандағы Залика біздің мектебіміздің шәкірті, 11 жастағы баламызды анасы кезінде Қарақат мектеп студиясында оқытамын деп арнайы өмірге әкелген екен. Әрине жаратқан Алланың қалауымен. Осындай да керемет біздің мектеппен бір керемет байланысқан тарихи тамаша. Енді мектептерге неше түрлі құрмет, неше түрлі бір естіп жатамыз ғой. Бірақ мектептің ашылғанын көріп, балалар өсіп кеткеннен кейін соған арнап мен қыз туам деп оны туып оқытылатқан анаға бір жақсы болса. Қалайша қол соқпаймыз дегендей. Балаңыз аппақ үмітіңізді ақтай берсін, ниеттеріңізді жаратқан қабыл етсін. Заликаны сонда неше жасыңызда өмірге келдіңіз? 33 жасында. 30 жасында, тамаша. Жақсы. Балапандарыңыздың бақытын көріңіздер. Ал енді тағы да бір өнерге кезек берейік. Мың бұралған бишілеріміз сахнада өнер көрсетеді. Сіздерден қошемет, құрмет болсын.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Біздің төрімізде Қарақат мектебінің ең алғашқы түлектері жайғасты. Хош келдіңдер айналайындар. Сендердің жөндерің әрине біз үшін ерекше ыстық. Қаншама алдымыздан шәкірттер легі өтіп жатыр, бірақ дәл сендердей маған ыстық бола алмайды, себебі алғашқының аты алғашқы. Тоғжан Сәбит, өзіңнен бастасақ. Жалпы осы мектепке, құрметті көрермендер, Астана қаласындағы мектебімізге, сонау Қарағанды қаласынан қатынасып оқыған шәкірттерінің бірі, сұхбаттаспас бұрын баршаңыздың назарларыңызды экранға бұрып алсақ дейміз. Қандай мен үшін өте ыстық. Бәрекелді. Нешедесің осы кезде? Осы кезде шамамен 12-13 жастамын ғой. Жалпы Астанаға көшіп келгеніме осы 17 жыл болған екен, биыл. Кәдімгідей арнайы Қарағандыдан 11 жасымда 6 кластың соңында мектепті 6 класын аяқтамай жатып, суырып алып бір мектептен Астананың бір мектебіне алып келіп, қаласың осы жақта, Қарақат апайыңмен бірге оқисың, апайыңнан сабақ аласың деп ата-анам жіберді. Сол сәтті қазір есіме сүрсем, Қарағанды қаласында үйімізде кішігірім караоке болатын. Сол кезде залда ән айтып тұрған кезімде мамам келеді қасыма. Осылай Астанадан Қарақат апайдың мектебі ашылып жатыр екен, соған барасың ба деді. Расымды айтсам, мен ойымда мүлдем Қарақат апайдан сабақ аламын деген арманда да жоқ ол кезде. Мүлдем ол кісінің алдына барам деген дейді. Арманда жоқ негізі, ойламағанда. Сол кезде білмеймін қалай болады екен деген сияқты ойлар келді да. Өйткені қорқыныш, бір шок, жаңалық айтқан кезде ең бірінші қорқыныш келеді ғой. Сол кезде қорқып қалдым да, одан кейін барам дедім. Өйткені кәдімгідей басыма өзіме құйып қойған, мен әнші боламын деген сияқты. Бірден кішігірім бір жерден бастамай, бірден Қарақат апайыма барам дедім. Сол 2008-дің көктемінде Астанаға көшіп келем. Сол кезде сондай бір күлкінішті жағдай болды да, мен студияға кіріп келген уақытымда бір жас апай отыр екен, сұп-сұлу балалардың ортасында, жап-жас студент сияқты. Мен өтіп кеттім, амандаспағамда өтіп кеттім да, Зәуре апайыма, дәстүрлән сол кезде, дәстүрләнді Зәуре апай берді. Бардым да, отырдым бір кезде. Тәтем ғой өзімнің, Қарақат апайыңды көрдің бе дейді. Өмірімде бірінші рет сол кезде жұлдызды көріп тұрған сәтім. Танымадым дедім. Ойбай бар, аманда сонда деді да. Шықтым да, апай кешіріңізші, сізді танымай қалыппын деп. Сол кезде маған оқушылардың ортасында Қарақат апай бір өзі де оқушы сияқты болып, жас болып отырды да. Сол кезде отырып, ал енді әніңді айта қойшы дегенде, мен сол кездегі ана туралы бір әнді айтып берген едім. Сол сәтті әлі күнге дейін Қарақат апай күлкінішті қылдырып айтады. Дауысым ап-ашы, әлі ешқандай постановка, ештеңе жоқ. Ашы бір бастың дауысымен салып қалып, сол кезде мұрынға тіреп тұрып кәдімгідей. Сол кезде әлі Қарақат апай. Өзіне өте сенімді, өжет. Ана көзден деген от шашып тұр әшейін. Білмеймін дегенді білмейді. Барлығын жаңағыдай, барлық қабілетін көрсетіп тұр. Сөйтіп, алғаш қабылданған кезің есімде менің де. Сол кезде сіздің көзіңізге көрініп қалайыншы деген бір кәдімгідей уверенностьпен, сенімділікпен айтқан әнім ғой. Енді ең сол кездегі өзімнің әдем әндерімнің бірі ғой. Сол кезден бастап мені 17 жыл өткен екен. Қаншама гастрольге де бардық. Ата-анамыз қаншама костюмдарымызды артынып-тартынып, жетіген сабағына бір барып, дәстүрлән сабағына бір барып, сол кездегі Қарақат апайдың берген ең бірінші әндердің бірі халық әні Шил өзені еді. Рас айтамын, Қарақат апай сол ән кәдімгідей әлі күнге дейін мен үшін травма ән ғой. Неге? Әлі сол әнді айта алмаймын ғой. Әлі сол үйрен алмай кеткен күйімнен әлі сол ән айтсам бір жылы сезімге бөлінемді, бірақ әлі бір
айта алмай кеткен әндерім бірі болды. Бірақ содан кейін барлық алған әндерім әрине де сізден алған менің өнерім, ең бірінші бастауым, өмірімдегі өнерге деген бастауым осы сізден алды. Ең бірінші әрине ата-анама алғыс айтам, одан кейін сіз өнер жолына салған, бағыт бағдар берген өзіңіз. Содан кейін қаншама қызықтар өтті ғой, оның барлығын айтсақ, программа бірнеше сағатқа созылып кетеді. Бірақ нағыз сондай бір барлық балалық шағымыздың гештальттары жабылып, барлық өнерді, сахнаны, байқаулардың барлығын көрген уақытымыз, еш армансыз өткен балалық шағымыз үшін сізге зор үлкен рахмет айтамыз. Бәрекелді, барлық байқаулардың барлығында топ жарып, бас жүлделерді бермей жүрген, домбырамен де ән айтатын, жетігенмен де еркін ән салатын, эстрадалық бағытта да өте жан-жақты өзінің өнерін паш етіп жүрген Тоғжанымыз да бүгінде 4 баланың анасы, өзі де ұстаздық етіп жүр. Тоғжанды да өзім ұзатқан болатынмын. Қараңыздаршы, кешегі шәкірттердің, бағана Шахризат ұстаздары айтпақшы, сол кездегі тұлымшағы желбіреп келген қыздарымыз бүгінгі күнде бір әулеттің кәдімгідей келіні, үлкен аналық өнерді де, өмірді де қоса алып жүрген осындай тамаша жастардың өсіп келе жатқаны мені қуантады. Өзіңіздің жолыңызбен, салып қойған жолыңызбен. Өте-өте қуаныштымын. Ал енді шәкірттерді бірінен бірін әрине мен бөлгім келмейді. Ситорамыз, енді бұл біздің мектептің жұлдызы. Барлық мектептің 5 жылдық, 10 жылдық үлкен концерттердің тізгінін Ситора ұстайтын. Жүргізушісі де болды, өзі актриса, өзі әнші. Және де бір жағдай болған. Соны өзің айтып берші, Ситора. Біздің мектептің оқып жүрген кезде сен үшін өте бір қорқыққан, өте бір сенімсіздік, өте бір толқыған бір қандай сәттер болды өміріңде? Еске алайықшы. Рахмет. Негізі шәкірт үшін ұстаздың рөлі бір үлкен ғой. Екінші анамыз сияқты бізге жол көрсететін, өмірлік мақсұтымызды тауып беретін кісісі ғой негізі. Бір рет «Сәлем Қазақстан» дейтін телепередача болған. Соған Қарақат апай да домбырамен ән айтасың дейді. Мен айтам, апай, мен қолдарым қысқа, мен жетпейді домбырам. Анам баса алмай, мен жетпейді деп. Жоқ, айтасың деп сол кезде Дүлдүлім әнін берген. Қазір Ситора оян домбырамен ән айт десең, сол әнді сразу айтып бере аламын бай. Сол әнді, сол домбырамен сол әнді әлі есімде ғой. Қазір бүйтіп отырсам, содан басқа ән келмейді, қолым соған жүріп кете береді қайта-қайта. Сол кезде бүйтіп Қарақат апай айтты, болды, жасау керек, істеу керек, маған үміт артып отыр ғой, сенім білдіріп отыр, ертең үлкен сахнада Қарақат апайды ұятқа қалдырсам не болады деп, сол кезде бір комнатада отырып алып бүйтіп қайта-қайта ойнай беретін ананы ше. Содан қатты есімде қалған ғой, сол әлі есімде сол. Ситора қызымыз туралы тағы да мына экранға назар аударсаңыздар, театрдың белді актрисасы, өзінің өмірлік жолын осы өнерде, театрдан тапқан тамаша біздің талантты түлектеріміздің бірі. Ситорамен біз мақтанамыз. Енді Ситораның да өнеріне осы орайда бір кезек берсек деймін. Біздің мектеп енді домбыраны да көрсетіп жатырмыз. Домбырамен ән де шырқалып жатыр, жетіген де ойналып жатыр, би де биленіп жатыр. Сол сияқты тағы да бір пән, ол актерлық шеберлік болса, достар, сол керемет өнердің кезегін біздің Ситора қызымыз өздеріңізге тарту жасаса деп жақсы адамдарымның төріне шақырғымыз келеді. Барлығы бітті, барлық үн тыңды, қайдағы қайғы бас қосып, ұласып келіп, өз орнын тапты. Риза бол көрпешім, баянның қолынан келгені осы. Ең алғаш сені көрген жерімді тағы бір аралайын, тағы бір құшақтайын. Көзімді толтыра көріп, апарайын өзіңе. Осы жартастың үстінде көріп едім сені. Бірінші лебіңді сонда естіп едім. Қош бол, қос анам.
Қош бол, дос құрбы. Қош бол, алтын бесігім. Өскен ел, туған жерім. Келдім қозы қасыңа. Бір жола келді баяның. Қош бол, жарық дүние. Қараңғыға айырбастап барам. Ал енді экранға көз жүгіртсек. Встречайте, мультиталантливая Айганым Амантай. Артек, люблю тебя! И мы тебя любим, дорогая. ЗМСФ. С нами Айганым Амантай. 13 лет, Астана, Казахстан. Айганым Амантай, Казахстан. Айганым Амантай. Халықаралық додаларда топ жарып жүрген біздің мектебімізден шыққан жұлдызымыз Айганым Амантай да бүгін біздің ортамызда. Айганым, қандай әсерде отырсың? Мен сені қазір осылай бой жеткен күйіңде көріп отырмын ғой, бірақ мен қашанда Айганым десе сол бір 4-5 жастағы екі иығын жұлып жерген, қолында гитарасы бар. Сондай бір өжет қыз тұрады ғой көз алдында. Қандай уақыт деген шіркін, қараңыздаршы, көз алдымызда гүлдей ашылып, өсіп келе жатқан өздеріңмен бүгінгі таңда біздер мақтанамыз. Бүгін енді мектепке арналып отыр бағдарлама. Сенің есіңе не түседі? Қандай бір қызықты сәттер бар ма? Қысқа нұсқа. Иә, көп рахмет. Мен Қарақат мектеп студиясына 4 жасымда, яғни 2013 жылы келдім. Бірінші мен ән үйірмесіне бардым, одан кейін би жетіген үйірмелеріне бардым. Сол кезде Қарақат апайым маған бағыт беріп, осы үлкен сахналарға, теледидарларға шығарып, үлкен бағдарламаларға шығарып, жолымды ашып берді. Сізге үлкен алғысым шексіз. Осы кішкентай кезімді айта кетсем, мен ән үйірмесімен, би үйірмесімен айналысып жүріп, жетігенге қызығатынмын. Себебі Қарақат апайдың қасында кішкентай қыздар бірге тартып, бірге ойнап отыратын. Соған қызыққанымда небәрі жасым 4-те болатын, бірақ жасым жетпейді. Маған 6 жасқа немесе 7 жасқа жет, сол кезде бірге қосыласын деді. Мен 6 жасқа жетіп, жетігенмен бірге, Қарақат апаймен бірге шығатын болдым. Сол кездегі бір қызықты сәтім, мен Қарақат апай не істесе, мимикасы болсын, іс-әрекеті болсын, сон барлығын қайталайтын. Анам үйде тексеріп отырып, дәл Қарақат апайың сияқтысың ғой дейді. Мен дәл естіп, көзімді бейтіп, солай тартатынмын. Сон барлық қазір ыстық менің естеліктерімнің бірі. Қазіргі уақытта сол Қарақат мектеп студиясында оқып жүріп, алғашқы байқауым Турция елінде өткен болатын. Түркия елінде ол жерде мен бас жүлдемен оралдым. Бас жүлдемен оралып, Қарақат апайым мектебінде күтіп алып, балалардың алдында мені мақтап, үлкен маған мотивация беретін. Сол мотивация арқылы мен осы күнге дейін қазір конкурстарға қатысып жүрмін. Олардың кейбіреулерін айта кетсем, жаңағы балалар Евровидениесінің финалистімін, детская новая волнаның лауреаты атандым. Сол Москвада Игорь Крутойдың академиясында тегін білім алдым. Сосын Қырымда Қазақстан намысын қорғап, сондай үлкен жауапкершілікпен Қазақстан намысын қорғадым. Алда қандай жоспар қойып отырсың? Ала берді алдағы жоспарларым көптеген бейнебаяндар, жеке әндерімді жазу, және де басқа елдердің ареналарында өнер көрсету. Әлде байқауларда бақ сынайсың ғой? Иә, байқауларда. Бәрекелді, саған сәттілік тілейміз. Рахмет көп.
but can't complete. Listen to the sound from there within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turn into your own. Oh, 'cause you won't listen. Айғаным Амантай, қошеметтеріңіз. Ал енді Қарақат мектеп студиясының тағы бір түлегі ортамызда Мұқағали Мырзамбет келіп отыр. Талант шәкірттеріміздің бірі, бірден көзге түскен шәкіртіміз, сондықтан мынау экранға назар аударып бір танысып алайық. Мен сөйлесіп отырсың. Мынау не? Әкемнің тағына неге отырасың? Шарбаң болмасын. Көріп тұрсың ғой, қолым тимей жатыр. Шах Мұхаммад Сұлтан, сізді анаңыз шақырып жатыр. Шақырдыңыз ба, апа? Амансың ба? Амансың ба, Шах Мұхаммад? Амансыз ба, апа? Балам, саған аманатым бар. Қасым екеуің туған бөле екендерін ұмытпаңдар. Қазір осы жерде екеуің бір-бірлеріне еш қашанда қара көтермейміз деп серт беріңдер. Сол үшін шақырдым. Көзімнің тірісінде көріп кетейін. Жахан беке куә болсын. Бәрекелді. Ал Мұқағали, жалпы қазақ хандығында және де басқа да біршама киноларда түстің осы және де осы ұсыныстарға дейін, егер мен шатаспасам, біздің Қыдекеңмен орындалатын Бағым сен әнінің клипінде басты рөлді сомдаған біздің Мұқағали болатын. Естеріңізде болса, сол содан кейін сұраныс артты ма? Иә, солай сияқты бізге көрінеді, ол солай ма әлде қалай? Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қош көрдік. Қарақат апай, Қыдырәлі аға. Жалпы айта кететін болсам, негізі тарихымыз өте мықты. Әрбір түлектің өзінің Қарақат апай мен Қыдырәлі ағамен байланысты тарихы өте терең, мықты. Мен жалпы өзім айта кететін болсам, бірінші түлектердің біріміз, мен келген кезде 14 жаста едім. Кішкентай баламын, енді бой жеткен азамат. Қарақат апай, Қыдырәлі ағаны көрем, бұл кісілер біз үшін кумир. Бұл кісілердің алдында сөйлеу түгілі жүруге ұяласың ғой, кішкентай баласын. Осы кісілердің баптауымен, осы кісілердің айтуымен, Аллаға шүкірмен осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Шынымды айтсам, мен басында әнші боламын дедім.
Өйткені табиғи өзімнің дүнием әнге жақын болды. Өйткені менің түпкір нағашы атам өзі әлемге әйгілі Амангелді Сембин, сол кісінің бір былай айтқанда таланты маған тиді деп айтам. Қуанам, мақтанам. Әнші болам деп ойладым. 4 жыл оқып жүрдім. Сонымен 2000 қай жыл екен ұмытып тұрмын. Міне, алдарыңызда Бағым сен деген клип, Қарақат абай мен Қыдырәлі ағамның клипі. Менің ең бірінші актерлық қадамым, дебютым осы болды. Осы клиптің арқасында мен өзіме нақ шешім қабылдадым. Мен осы бастан актер боламын дедім. Міне сол клиптан бастап, міне Қарақат апай Қыдырәлі аға айтқандай, менің жолым ашылды тек қана кино саласына. Осы клиптан кейін үлкен оқу ордасына түстім, Шабыт өнер академиясына, актерлық мамандығына. Содан бастап, міне ең үлкен проектім Қазақ хандығы болды. Енді по порядку айтатын болсам, бағдарламаның атының өзі жақсы адамдар. Жалпы өмірімде, Аллаға шүкір, жақсы адамдар ғана жолығады. Қарақат абай мен Қыдырәлі ағам жолықты. Одан кейінгі менің ең бірінші ұстазым Маржан Арапбаева, өздеріңіз білесіздер. Сол кісілерден білім тәрбие алдық. Енді оқу ордасына түскеннен кейін Сайлау Қамиев бәйтерек тобының солисті, сол кісінің қолында тәрім тәрбие алдық. Одан кейін Халық Ризабек деген кісі, Майра апай, сондай мықты-мықты тұлғалардың қолынан өткеннен кейін үлкен тәжірибе жинадық. Міне жаңағы Қазақ хандығы менің өзімнің карьерамдағы ең үлкен ауыз толтырып айтатындай жобамның бірі. 20 серия, 4 полнометражный фильмі бар. Алтын қорға кірген Жау жүрек мың баладан кейінгі екінші қазағымыздың тарихындағы кино. Одан кейін әрине көптеген сериалдар бар, клиптар бар, толық метрлік кинолар бар. Оның барлығын көрсететін болса, ол бір отдельный программа болады. Бірақ үлкен жобалардың бірі осы. Қарақат апай мен Қыдырәлі ағам маған жол ашып берген кино әлеміне. Жалпы әнде, кинода. Осы қошемет болсыншы, я алдағы уақытта әнді де орындайтын шығарсың. Әншілік қырынан да танылу жоспарыңда бар ма? Әрине, енді бұл сұрақ мен үшін өз-өзіме жауап беретін сұрақтардың бірі. Құстың құс қанатындай дейді ғой. Екеуі де менің екі қанатым. Әнде, кинода. Жақсы, алдағы уақытта өзіңнен. Бәрекелді. Негізі осы жерде Шабыт жоғары оқу орны туралы айтып кететін болсақ, біздің осы шәкірттеріміздің бәрі біз мектепті бітіре салысымен барып грантқа түсіп кетті. Көбісі, сонымен ол да бір ауыз толтырып айтатын үлкен жетістік емес пе? Және де бір түлегіміз Рахмет Мұқағали, біздің алтын шашымыз. Құрметті көрермендер, біздің мектеп ашылғаннан бері біз әр қашанда мүмкіндігі шектеулі болсын. Жалпы қайырымдылық іс-шарада талабы бар, талантты балаларға тегін білім беру жағында қарастырған сондай мектеппіз. Сондай бір керемет түлектеріміздің бірі үлкен сахналарда қазір өнерін көрсетіп жүрген, өзінің жеке шығармашылық концертін берген ол біздің алтын шашымыз. Өте қуаныштымын алтын шаш. Баршаңызға қайырлы кеш дегім келеді. Қош келдіңіз. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен енді осы келіп отырғалы бағдарламаға көп нәрсе есіме түсіп отыр. Сонау 2013 жылы мен байқауға дайындалдым. Осы Астанада. Сол кезде мен вокалдан өтіп тұрмын. Енді бала күннен ән айтып жүрмін, школда, мектепте, үйірмелерде. Содан кейін мен профессионально дайындаламын деп студия іздедім. Көптеген студияларға барды, мен шыны керек. Бірақ студия көп, бірақ көбі бас тартады, коляскада болғасын. Одан мен жылап, не істеймін енді ары қарай. Сосын әлеуметтік желіде сіздің суретіңізді көрдім, Қарақат апай. Көріп отырдым да, мүмкін осы кісінің студиясына барып көрермін, алар ма екен. Егер алмаса, өнер жолына бас тартам деп өзім уәде бердім. Телефон шалдым, сол кезде Лайра ханым телефонды алды, келіңіз деді. Барғанда бірден қабылдады, және тегін оқитынымды айтқанда, мен өте қатты қуандым. Сол кезде көктем болатын, байқауға қатысып бірінші орын алдым. Ой, бәрекелді. Ойладым, мен енді шығамын, бұл байқауды орын алдым, ары қарай дизайнер оқуымды оқи берейін. Жоқ, 5 жылдықтағы концертке қатысасың деді. Сол кезде Қазақ концерт залында ең алғашқы сахна болған болатын. Қандай тамаша. Одан кейін Саида апайда оқыдым ары қарай. Тағы 5 жыл оқыдым да, 10 жылдыққа қатыстым. Қазіргі солдан кейін бірден Шабыт өнер университетіне грантқа түстім. Одан кейін магистратура бітірдім. Қазіргі таңда өнер магистрымын. Жақында мәдениет саласының үздігі атандым. Және де президентіміздің жарлығымен ерен еңбек үшін медалімен наградталдым.
армандаған Мәссаған. бір арманым болған, ол Роза Бағлан атындағы қазақ концерт әнші болсам деген арман болатын. 2 жыл болды, қазір сол жерде қазақ концерт Мінекей. әртісімін. Бәрекелді, Мен бәрекелді. осы кезде бүкіл халықтың көзінше алғыс айтқым келеді. Сол кезде Қыдырәлі ағаға, Қарақат апайға, басқалар сенбегенде сіздер мені сеніп, өнер жолында жасап бергендеріңізге, маған сенгендеріңізге, халыққа мені паш еткендеріңізге бүкіл халықтың алдында бас иіп алғыс айтамын. Құдай жаным, біз де өте қуаныштымыз сен Айта үшін. кетсем, Көргеніне қуаныштымыз. айта кетсем бола ма? Иә. Енді айтып отырмын ғой, Қарақат апай мен Қыдырәлі ағам тағы да бір бұлақтың көзін ашты. Енді біз Алтыншаш бәріміз, Тоғжан, Ситора бәріміз енді бір өнер академиясында оқығаннан кейін бәріміз бір-бірімізді көреміз ғой. Әрине. Алтыншаш енді Алла тағала берген өнер ғой жатқан. Негізі біздің шабыттың сахнасын бізден гөрі Алтыншаш көп бағындырған. Өте Мәне. талантты, өте мықты, өте позитивный, Айналайын сондай сол. бір керемет Бәрекелді, жан. бәрекелді. Олай Молодец, болса Алтыншаш. сіздердің зор қошеметтеріңізбен Алтыншашты сахна Ортаға. төріне шақырамыз. Әнін тамашалайық. Құрмет, қошемет. Сезім арбаған мені, төзім қорғаған мені. Менің өмір жолымда сенің жалғаған мені. Күндерім, түндерім, үмітімде білемін, сенемін, сеземін, алдамайды жүрегім. Армандаймын, алданбаймын, хақым жоқ көнуге. Қоламаймын, жыламаймын, ғашықпын, ғашықпын өмірге. Гүлмін, арманға асып, жүрмін, тек алға басып. Жұмыр жүрегім сезем, шынайы ғашық. Жүрегім сенеді, жеткілікті уақытым. Келеді, келеді, менің күткен бақытым. Армандаймын, алданбаймын, хақым жоқ көнуге. Қоламаймын, жыламаймын, ғашықпын, ғашықпын өнерге. Тағдыр таңдамайды, қашан қалай сұрамайды, сені бірақ алдамайды, алдамайды. Армандаймын, алданбаймын, хақым жоқ көнуге. Қоламаймын, жыламаймын, ғашықпын, ғашықпын өмірге. Сөз кезегін Алтынай ханым өзіңізге Тараздың бүкіл сәлемін айтып беріңіз. Рахмет. Мына қайырлы кеш, жақсы адамдар. Басымыз бүгін керемет мерекеде жиналып отыр. Мына мектебіміздің 15 жылдығы құтты болсын. Бұлақ көрсең көзін аш деп қаншама адамның көзін ашып
өмірге мына жолдап жатсыздар, сіздерге мың алғыс, Алланың нұры жаусын. Біздің де өңірімізде Тараз мектебінің ашылуына осы сіздердің Атыраудағы мектепті ашып жатқандарыңызды осы әлеуметтік желі арқылы көріп, 2 айлық бөпемді құшақтап, сол елімізге оралып, сол мектебімізді ашуға түрткі болған, өнерге деген махаббатымыз шығар. Осы жерде отырған барлық кісілердің өнерге әркімнің де бар таласы дегенде, барлықтарыңыздың өнерге деген құрметтеріңіз деп ойлаймын. Мына өскелең ұрпағымызды титтай болса да бір сусындатып кетейік, өзіміздің артымыздан із қалдырып кетейік деген мақсатта осы мектепті ашқан болатынбыз. Қазірде біздің мектебімізге биыл 6 жыл. Былтырғы 5 жылдық түлектерімізден 2 баламыз осы грант иегері болды Шабыт академиясында. Құттықтаймыз. Рахмет. Осы ұстаздарымызға, баршаңызға мың алғыс айтамыз. Әсіресе өздеріңізге. Сондай балаларымызға жол ашып, бізге өнердің жолын көрсеткендеріңіз үшін мың алғыс. Бәрекелді. Сондай-ақ сонау Оралдан арнайы келген Рысбек мырза, біздің білуімізше бір қалада 2 қарақат мектебі бар. Оң жағалауда, сол жағалауда. Сонымен жалпы есеп саны қанша бала тәрбиелеп отыр қарақат мектебі? Ассалаумағалейкум, жақсы адамдар. Жаңа айтып өткенде мектебімізге биыл 5 жыл болады. Орал қаласына 2 бөлігінде 2 мектебіміз бар. Қазіргі таңда 600-ден астам оқушы бізде тәлім тәрбие алады, 35-тен жоғары мұғалім бізде қызмет етеді. Оның бәрі сол сіздердің салып берген жолдарыңыздың, көрсеткен жолдарыңыздың арқасында балаларымызға ұлттық нақышта тәрбиелеп, рухани дамытып, және де өнерге баулып жатырмыз. Көптеген жақында кәсіптегі жүрген ағаларымыз маған айтады: Рысбек бауырым, сендердің жасап жүрген кәсіптеріңіз өте берекелі, хайырлы кәсіп. Өйткені кішкентай сәбидің жеңісі үлкен бір үйдің қуанышына үлкен себепкер боласыңдар. Сондықтан да өте мықты, алға баса беріңіздер. Жоғарыдағыларға үлкен дұғай сәлем айтып жатыр. Орал өңірі сіздерге сәлем айтып жатыр. Осы мектебіміз дами берсін, көбейе берсін. Жақында да мектебімізде опрос түсірген болатынбыз. Мектебімізге биыл неше жыл деп. Сол кезде бір оқушымыз қарақат мектебіне 30 жыл дейді. Сол күнге аман-есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Тамаша. Оралдықтарға жалындыстық сәлем. Және де тағы да бір талантты, енді түлектеріміз деп бізді бітіріп кеткен шәкірттерімізбен мақтанып, солардың өнерін тамашалаған болсақ, ал бүгінгі таңда біздің мектепте тәрбиеленіп жүрген бүгінгі мектебіміздің жұлдызы, мақтанышы Мирас баламыз туралы. Сочи қаласында өткен Агутиннің форумында 1-ші орын алған, Бозторғай халықаралық байқауының бас жүлдесін иеленген биылғы Большая сцена халықаралық мега жобасының 1-ші орын иегері, Қарақат мектеп студиясының шәкірті Мирас Нағашыбай орталарыңызда. Ал, қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Қорқыт бабамыздан қалған қобыз, өкініш пен арман, таңдасаң сыр айтады, өкінім мұң айтады. Қобыз ұрпақтары тірі, қобыз заманының үні, өзіңген боздағаны, жүректі қозғағаны. Hey, 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 hey,
Babamızdan kalgan Сондай-ақ бүгін ортамызда Ақтау қаласындағы мектебіміздің директоры Эльвира ханым сонау Каспийдің сәлемін алып келіп отырсыз. Мектептің ашылғанына қанша жыл болды, қанша бала тәрбиелеп жатсыздар? Жалпы қал жағдайларыңыз қалай болып жатыр өзі? Қайырлы күн баршаңызға, жақсы адамдарымыз. Енді біріншіден апай мен ағайға үлкен алғысымды жеткізгім келеді. Біздің мектепке ашылғанына осы жылы бұйырса 5 жыл болады. Барлық қатарлас екен. Мектепте бізде қазір 1000-ға таман бала оқытылып жатыр. 50 ұстаз жұмыс жасап жатыр. Ағай тек қана өнерге емес, жаңағы ұрпаққа жұмыс жасап жатқан жоқ, біздің еліміздің экономикасына жұмыс жасап жатыр. Себебі әр өңірде мектеп ашылған сайын ол жаңа жеке кәсіпкер, экономикаға салатын жаңа үлесі бар, мәдениетке де үлкен үлестер. Біздің қалада жеткеншілерсіз, домбырашыларсыз ешқандай шара өтпейді. Сондықтан мың алғыс, Маңғыстаудан үлкен сізге сәлем, ата-аналар сізге дұғай сәлем айтып жатыр. Бұйырса енді мамыр айында біз 5 жылдығымызды атап өткіміз келіп тұр жоспарда. Барша мектептің басшыларын сіздерде қонақ ретінде біз күтеміз. Міндетті түрде, Құдай қаласа барамыз. Ал дәл қазір біздің бір ең әсерлі сәттеріміздің бірі, өйткені ең алғашқы біздердің шәкірттеріміз осыдан 15 жыл бұрын аяқтарын апыл-тапыл басып келген кішкентай бөпелер бүгінде бой жеткен, білімді, сұлу, керемет шәкірттеріміз келіп тұр. Қош келдіңіздер, қарсы алайық. Мектебіміздің 15 жылдығы құтты болсын. Алғаш өнерге қадам бастырған, сахнаға жарқыратып шығарған, сол арқылы болашағымызды айқындаған ұстазымызға алғысымызды білдіргіміз келеді. Өмірде сіздей тұлғаның шәкірті болу біз үшін үлкен бақ. Қашан хабарлассақ та қолдауын аямайтын ақылшымыз, тілекшіміз, бар болмысымен өнеге апайым ол өзіңіз. Берген тәліміңіздің арқасында қазір өнерде еркін жүріп, қадамымызды анық басып келеміз. Өнердегі анамыз бен әкеміз, сіздер аман болыңыздар. Бәрекелді, рахмет айналайындар. Осы орайда Қарақат мектебінің 15 жылдығына арналған балдай тортымыз және де әдемі шоқ гүлдері Қарақат апайымызға. Вау, қандай рахмет айналайындар. Қандай әдемі, әсерлі сәт. Өмірде де, өнерде де жолдарың бола берсін, бақтарыңды Алла тағала аша берсін. Енді Қыдеке, біз әдетте бағдарламаны жақсы адамдар әнімен аяқтаймыз ғой. Ал сол әнді бүгін
мектебіміздің түлектері, жас таланттарымыз шырқаса деген бір ұсыныс білдіргім келіп тұр. Қалай қарайсыз? Ал көрермен бірге қосылайық. Жақсы адамдар, аман болыңыздар. Жақсы күнде жолыққанша. Жақсы адамдар мәні. Бірліктен іздеп келеміз пайда, қос озамыз көп, неге біз айға, күш табатындай, құс қанатындай. Мейірім қайда, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдар, бақыт өмірдің басқа адамдары, тектілік пенен татулық дейтін, берік болсын шалдас балдары. Жақсы адамдар, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Бағаламаймыз қолында барды, жүрмеді өлмес жолында мәңгі, біз байып бірден, бұзбайық мүлдем, адамдық заңды, жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім, жақсылығымен жаудырып жатыр жаратқанымның рахым нұры. Жақсы адамдар, бақыт өмірдің басқа адамдары, тектілік пенен татулық дейтін, берік болсын шалдас балдары. Жақсы адамдар, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Жақсы адамдар, бақыт өмірдің басқа адамдары, тектілік пенен татулық дейтін, берік болсын шалдас балдары. Жақсы адамдар, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдар, бақыт өмірдің басқа адамдары, тектілік пенен татулық дейтін, берік болсын шалдас балдары. Жақсы адамдар, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Ай, бәрекелді! Әр жексенбінің кешінде Жібек жолы телеарнасында Жақсы адамдарым бағдарламасында жүздескенше Жүздескенше күн нұрлы болсын.